көріп жатсыздар. Сіздерге сіздер бұдан да қаттырақ айғайлай аласыздар. Олай болса, 1, 2, 3, бастама арена! Керемет! Salvadaydı, ola bolsa қолдан қояйық міне. Başımызға қолдан тұрғанда бізде өз сәлемімізді жолдайық. Айбот, саған рұқсат. Қолдап жерек Айбот бір еркелеп жатқан сияқты. Нағыз қазақтың робот екенін көрсетіп тұр. Goal scored for Togo team. Number 30, Luis Guerra. Осылайша Тобыл есепті ашты қазір. Есеп 1-0. Ойын қыза түсуде. Ойын енді қызық болады. Есепті Қайрат теңестірді есепті. Есеп 1-1. Тобылдың қақпасында Қайрат пенальтиді алды. Қазір доп тебеді. 9 метрлі айып доп. Қайрат осымен 9 метрлік айып добын теуіп, есепті еселеді. 2-1 есеп қазір. Ойын қызу үстінде. Суперкубок Қазақстан. Давай! Daha bir gol! Жүрсі енді! Ойынның 43-ші минуттары өтуде. Есеп 2-1 Қайраттың еншісінде. Қазақстан Суперкубогы аясындағы бірінші тайм бітті. Қазір екінші тайм басталды. Есеп 2-1 әзірге. Ойын жалпы қызып жатыр енді. Гол болған сайын екі команда енді қызулы. Жаңа сезонға жаңа дайындық. Алдағы уақытта есепті алдағы уақытта көреміз. Нәтиже сериясына жете ме жетпейді. Астана аренаға Суперкубокқа келгенбіз, бірақ Айқынның концерті жолда жатыр. Hoppa, ұстап алды. Екінші тайм басталды. Алда Қайрат 2-1 есеп. Ойын қарқынды басталды. Қазір екінші тайм 23-ші минуттары. Қазір алда алаң жиегінде жаттығып жатқан Дастан Сәтбаев.
Қайраттың бапкері бұйырса бір 10-15 минуттың көлемінде осы жастарға үміт артып, осыларды шығаратын секілді. Ақтан Сәтбаевтың ойын көрмегелі біраз болды. Ойын көруге нәсіп болсын, Құдай қаласа. Ай, болмады. Доп жақ Қайрат ойыншылары алып қойды, бірақ болмады. Сәтсіздік. Тағы да. Іске аспады. Қайтадан шабуылдап көреді қазір. Қайрат кезекті бұрыштама. Дальний орда. Алыстан көрбеді, болмады. Әзірге екі командада допты алаңның ортасында ұстауда. Ойынның 59-дан 60 минутқа қараған уақыты есеп 2-1. Қайрат қайта шабуылдар жасап жатыр. Әдемі. Ұрш дәлі. Мәса. Дәлі. Кәне. Кімге берді? Ойынның 70 минуты есеп 2-1. Қайрат тобы арасындағы ойын. Сол арада қазір екі ойыншы Алматыр бірі Ақтан Сәтбаев екен бөлім. 10-шы номер жаңадан екінші Рикардиньо 99-шы номерде. Ойын енді қызық болады. Алаңға тобыл сапынан Дәурен Жұмат шабуылшының бірі шықты. Тағы да бір ойыншы шықты. Енді тобыл шабуылды күшейтіп, есепті теңестіруге кіріскен секілді. Тобыл бұрыштамадан көтеріп жатыр. Қартайған деп жатыр. Астана арена оянған секілді. Ойынның соңғы 82-ші минуттары. Қазір Қайраттың шабуылы өте күшейді. Екі тапалып кетті. Екі ойыншы ауысып жатыр. Қайраттың сапында. Есеп 2-1. Қайрат шабуылда. Гол! Асқат салды. Есеп 2-2. Пенальти сериясында жағдақ келе жатыр. Асқат жарады. Есеп 2-2. Басқа гол соққан 8-ші нөмірлі ойыншы Асқат Тағыберген. Гол соққан Number 8, Асқат Тағыберген. Есеп 2-2. Таблода көрсеткіші 2-2. Қайрат тобыл. Қайрат есепті алға шығару үшін барлығын жасауда. Соңғы 4 минут қосылды қосымша. Қайраттың кезек шабуылы. Алаңда допқа талысу барысында ойыншылар соқтығысып қалған секілді.
Көмек көрсетуде қорғаушыларға. Ол болды. Қайраттың кезекті шабуылы. Доп қақпашының қолында. Так, Суперкубок финал болғандықтан пенальти сериясымен басталады, экстра тайм болмайды. Алдағы уақытта енді ойыншылар шамалы тынығы болады, ауыздарын ашып. Қазір пенальти сериясында анықтайтын болады. Есеп 2-2 пенальти сериясы. Oyuncular oyun қызып жатыр. Есеп 2-2. Астанада минус 20-15 шайбасы. Oyuncular алаңға шықты пенальти сериясына. Күннің тебетін алғашқы бестік белгіленді. Бапкерлер өздерінің сауықтарын берді. Алдағы уақытта қазір боламыз. Oyuncular жаймендеп шығып жатыр. Қайраттың ойыншылары дайын. Алғашқы бестік. Так, алғашқы пенальтиді Қайрат тебеді. Тобол! Тоболдың тебуінде. Гол! Так, екінші мәрте Қайраттың ойыншысы. Гол! Тоболдың ойыншысы пенальти сериясына жақындады, кезекті. Гол! Есеп 1-2. Әзірге Тобол алды. Данияр Қасабулат, Қайраттың ойыншысы. Кезекті соққы. Көрейік. Гол! Тобыл ойыншы Асқат, кәне! Гол! Асқат тағы берген гол салды. Есеп 2-3. Қайраттың ойыншысы Олжас Байбек. Гол! Таппәрі келді. Жанкер қуануда. Есеп 3-3 әзірге. Жоқ, болмайды. Тоболдың ойыншысы жақындады. Гол! Тобол. Есеп әзірге 3-4. Тастай Сәтбаевта. Кәне. Гол! Астана арена шулауда. Қайраттың ойыншылар бар ма? Жоқ аңдыр. Дәурен Жұмат. Тоболдың жаңа ойыншы Оқжетпестен алысқан. Осыны тепсе қазір Тобол жеңіске жетеді. Гол! Құрметті жанкүйерлер, пенальти сериясында орынды есеп 4-5. Қазақстан Республикасының Олимпиад Суперкубогының иегері Тобыл командасын жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Тоболды құттықтаймыз Суперкубок 2026. Қолдауларыңыз үшін алғыс білдіреміз. Қазір ойыншыларды жүлдесін табыстайды. Құрметті Астана арена, Тобол жанкүйерлері, Суперкубок құтты болса! Олимпиад Қазақстан Суперкубогының 26 жылы жеңімпазы Тобол футбол клубы! Ал дәл қазіргі сәтте сіздерге арнайы осы біздің сахнамыз. Қайрат ойыншылар жанкүйерлеріне рахметін айтуда. Тоболды Суперкубок ойынмен жеңісімен құттықтаймыз. Жанкүйерлер жарады.
өзінің жанкүйерлерімен жеңісті атады. Есте қалатын Бала сәтте кезімізде мұндай футболды бөлісіп жатқанда көріп отырмыз. марапаттау рәсімдерін жастар футболға бастап сөйлеген болсақ, одан кейін енді біз күміс жүлдеге, яғни күміс жүлдеге ие болған бүгінгі қайрат командасына арнайтын боламыз. көзайым боламыз. Өте керемет кездер болып жатыр. жылда Ликбай Қазақстан Суперкубогының жеңімпазы Қостанайлы Тұрғын. Құрметті жанкүйерлер, бүгінгі астанадағы аренада жиналған баршаңызға келесі маусым ашар ойынға келгендеріңіз үшін рахмет айтамыз. 2026 жылғы футболдан Қазақстан. Құрметті көрермендер, осымен Қазақстан Суперкубогы аясындағы матч, Қайрат тобы арасындағы матч негізгі есеп таймда 2-2 аяқталып, пенальти сериясына жалғасқан болатын. Ойын қарқынды болды, тобыл қарқынды бастады. Одан кейін өз қолына алды Қайрат клубы. Екінші таймда Қайрат өз қарқынына алып шабуылдарды көбейтуге, еселуге тырысты, бірақ тобыл соңында есепте теңестіріп, ойында төңкере осы жеңіске жетті. Пенальти сериясында қақпашы бір рет топты ұстап қалды және тобыл жеңіске жетті. Ойын туралы өте қарқынды, жоғары дәрежеде болды. Ал мен бұл бағдарламада алғаш рет осы Астана аренаның осындай кереметтей келбеті, ішіндегі орналасқаны, барлығы стюардтардың жұмыстары, барлық қызметкерлердің жұмыстарына, осы стадион салған қызметкерлерге, басшыларға көп рахметімді айтқым келеді. Бірінші рет осындай аренада болып, осындай қалада болып қайттым. Керемет, өте керемет сезімдемін. Футболымыз дамай берсін. Тобыл жанкүйерлерді баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Қайратта тең дәрежеде өнер көрсетті. Мұңаймаңыздар Қайрат жанкүйерлері. Біздің арнамызды ұнаса, видеомызды ұнаса, парақшамызға тіркеліп, парақшамызға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер ағайын. Келесі кездескенше.